Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын котлеттер әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздерге 500 граммдай фарш керек болады. Және осылай блендерден өткізілген пиязымыз саламыз. Мясорубкадан өткізіп алсаңыздар да болады. Бір пияз салдық, және де 2 нан салдым. Нанды осылай суға салып, жұмсартып, суынан сығып алып салатын боламыз. Дәмдеуіштерімізді саламыз, тұзымызды, бұршымызды және де жұмыртқа саламыз бірігу үшін. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң дәл видеодағыдай жасайтын боламыз. Енді котлеттерімізді жасай бастаймыз. Осындай дөңгелек формада жасаймыз. Қолға жабыспайтын болып шығады, осылай жасай бересіздер. Енді осыны қызып тұрған табадағы майға қуырып алатын боламыз. Дәл осыны духовкаға пісірсеңіздер де болады. Міне осылай қызарған уақытта кері аударатын боламыз. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.